Армысыздар, ардақты көрермен. Әңгімемізді бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Айман ауылдың көркі болған ерекше сұлу қыз еді. Оны бір көрген адам қайта қарамай өте алмайтын. Жүзі айдай жарқырап, қылығы мен жүрісі, тұрысы өзіне жарасып тұратын. Киген киімі де, сөйлеген сөзі де жарасымды еді. Сондықтан да оның соңынан жүрген жігіт аз болған жоқ. Талай бозбаланың жүрегінде орын алып, қол жетпес арман болып қалды. Айман 6 перзенттің бірі болып өсті. Өзінен үлкен әпкесі бола тұра, тағдырдың жазуы мен бір күні оны танымайтын, бұрын соңды көрмеген жігіт алып қашып кетті. Сол күні жас қыздың жүрегі қан жылады. Жылап, сықтап ата-анасын аңсады, бірақ кері қайтар жол жоқ еді. Ол кезде үлкендердің сөзі заң, салтын салмағы бар, ауыр заман болатын. Амалсыз көнді, көнбеске шарасы да қалмады. Осылайша оның келіндік өмірі басталды. Жас келін ата-енесінің қабағына қарап, таң атқаннан күн батқанға дейін тыным таппай еңбек етті. Үйдің бар тірлігі оның мойнында болды, бірақ қанша тырысса да енесінің көңілінен шыға алмады. Келіннің әр ісінен мін тауып, әр қадамын аңдып отыратын. Кешке жұмыстан шаршап келген баласының алдына түсіп, сенің әйелің мұны дұрыс істемеді, ананы бүлдірді, бізді сыйламайды деп күн сайын жамандайтын. Екі оттың ортасында қалған жігіт не істесін? Бір жағында анасы, бір жағында жары. Бірақ көп жағдайда анасының сөзіне еріп кететін. Ашуға булыққан кезде Айманға қол көтеріп, ұрып-соғып алатын кездері де болады. Сол сәтте де Айман тағдырынан налайтын. Неге менің өмірім осылай болды екен деп іштей қанша жыласа да мұның бөлісер жан жоқ, таппады. Күндер өтіп жатты, айлар жылжыды, 3 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Осы аралықта Айман бір қыз, бір ұл дүниеге әкелді. Қызы 2 жас толғанда, кенже ұлы 3 айлық сәби еді. Сол кезде олардың шаңырағында қуанышты жаңалық болды. Жас отбасының еншісі бөлініп, өз алдына отау көтеретін күн жетті. Айманның жүрегінде жаңа үміт оянды. Енді бәрі жақсы болады. Енемнің ұрысынан құтыламын. Өз алдымызға бөлек шығып, балаларымызды өсіріп, бақытты өмір сүреміз деп армандады. Шынында да сол күндері оның жүзіне күлкі үйіріле бастаған еді. Бірақ тағдыр оған тағы бір ауыр сынақ дайындап қойғанын ол қайдан білсін. Бір күн кешке күйеуі ерекше көңілді болды. Балаларын еркелетіп, Айманға бұрынғыдан да жылы сөздерін айтты. Балаларымыз ержетсін, жақсы өмір сүрейік. Әлі бәрі алда деп болашақ туралы армандарын бөлісті. Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Кейін 2 баласын қастарына алып, тәтті ұйқыға кетті. Бірақ бұл олардың бірге өткізген соңғы түні екенін ешқайсысы білген жоқ. Түн ортасы ауғанда үй іші үнсіз ажал торлай бастады.
Ол кезде ауыл үйлерінің көбі көмір жағатын, пешпен жылытатын. Пештен шыққан улы иіс бөлме ішіне таралып жатқан еді. Бір уақытта күйеуі әлсіреп бара жатқанын сезді. Бар күшін жинап, орнынан тұрды. Есікті ашып, таза ауа кіргізбек болды. Бірақ есіктің алдында жуылып кептіруге ілінген ауыр шалша кедергі жасап тұр екен. Есікті әрең ашқан кезде сырттан суық ауа лап қатты. Сол таза ауа Айман мен балалар жатқан жаққа жетті. Ал өзі болса есіктің дәл түбінде құлап қалды. Қайта тұруға шамасы келмеді. Таң ата жедел жәрдем келді. Айман көзін ашқанда айналасында дәрігерлер жүрді. Не болғанын түсіне алмады. Балалары аман еді, өзі де тірі қалды. Бірақ өмірлік серігі бұл дүниемен қоштасып кеткен болатын. 22 жасында Айман жесір атанды. Қолында бірдей кішкентай баласы қалды. Қызы әкесін сағына іздейді. Ұлы болса әкесінің жүзін де дұрыстап есте сақтай алмады. Ал Айман үшін өмірдің ең ауыр күндері енді басталған еді. Қолында бір қызы мен бір ұлы қалды. Өзі әлі өмірдің қызығын көріп үлгермеген жас келіншек еді. Бірақ тағдыр оны бір күннің ішінде есейтті. Күйеуін жер қойнына тапсырған күні ауылдың аспаны да мұнайып тұрғандай көрінді. Қаралы үйдің іші үнсіз. Кеше ғана күлкіге толы шаңырақтың бүгін ауыр күрсініс пен көз жасы ғана естілетін. Айман қабір басында ұзақ тұрды. Неге бізді тастап кеттің? Балаларыңды кімге аманат еттің деп ішінен қанша сұраса да жауап жоқ еді. Үйге қайтқанда кішкентай қызы әке қашан келеді деп сұрады. Сол кезде Айманның жүрегі тағы бір мәрте үзілгендей болды. Күндер өтті. Қаралы күндердің артынан ауыр тіршілік басталды. Жас жесірге жанашыр болғандар аз еді. Керісінше әркім әртүрлі сөз айтып, сыртынан өсек тарататын. Біреулер әлі жас қой, қайта тұрмысқа шығады десе, екіншілері жалғыз әйелдің күні не болады екен деп аянған сынай танытатын. Ал кейбір арам ниетті адамдар оның жалғыз қалғанын пайдаланып қалғысы келді. Кешке қарай есігін қағып келетіндер көбейді. Сондықтан Айман кейде балаларын құшағына қысып алып, есікті ішінен бекітіп отыратын болды. Оның ендігі арманы бір ғана еді: балаларын жеткізу. Оларды ешкімнен кем қылмау. Осы мақсатпен ол таңнан кешке дейін еңбек етті. Жазда базарға шықты, қыста зауытқа жұмысқа тұрды. Кейде бір күндік тапқан ақшасы балалардың үстіне де жетпейтін. Сонда да мойымады. Түнде балалар ұйықтап қалғанда көз жасын білдірмей жастыққа төгетін. Bir күні қызының аяқ киімі жыртылып қалды. Жаңасын алып беруге ақшасы жоқ. Сол түні ескі аяқ киімді тігіп отырып, қызым ешкімне ұялмаса екен деп жылады. Бірақ таңертең қызы ештеңе болмағандай күлімдеп мектепке кетіп бара жатты. Балалары оның өмір сүруге деген күшіне айналды. Уақыт өте келе ол цемент зауытына жұмысқа орналасты. Жұмыс ауыр еді. Таңғы қараңғылықтан кетіп, кешкі қараңғылықта қайтатын.
Қолы жарылып, белі ауыратын. Бірақ балаларының болашағын ойлаған сайын шыдап бақты. Ең қиыны туыстардың кейбірінің суық қабағы болды. Көмек берудің орнына көкірегіне itергендер кездесті. Жағдайын сұраудың орнына сыртынан сөз қылғандар болды. Бірақ Айман ешкімге ренжімеді. Өйткені оның ренжуге уақыты жоқ еді. Ол өмірімен алысып жүрді. Жылдар сырғып өте берді. Қызы бой жетіп, ақылды қыз болып өсті. Ұлы ер жетіп, азамат болды. Әкесіз өскеніне қарамастан анасының тәрбиесін алды. Еңбекқор болды, намысшыл болды. Анасының әрбір төккен терін көріп өсті. Сондықтан ерте есейді. Бір күн ұлы анасына: «Анашым, енді сіз демалыңыз. Біз сізді ешкімге мұқтаж қылмаймыз», деді. Осы сөзді естігенде Айман көз жасын ерік берді. Бұл жолғы көз жас мұңның емес, қуаныштың жасы еді. Азаппен өткен жылдардың өтеуі келгендей болды. Кішкентай үйдің іргесі кеңейді. Бұрын суық жел кіретін есік терезелердің орнына жаңа терезелер орнатылды. Аулаға береке кірді. Қызы ұзатылып барған жерінде бақытын тапты. Ұлы шаңырақ көтеріп анасына келін түсірді. Сол күні Айман келіннің бетін ашып отырып, өткен өмірін есіне алды. 22 жасында жесір қалған күнін, жетімсіреген балаларының аш қалған түндерін, көз жасын, барлығын. Сонда сол жүрегінен бір ғана сөз шығарды: Алла сабыр еткеннің түбін береді екен. Расында да, қара түннің артынан жарық таң атады. Қиындықтың артынан қуаныш келді. Айманның өмірі соның дәлелі болды. Бір кезде өзін жалғыз сезінген әйелдің бүгінде айналасын немере, шөберенің күлкісіне толды. Бір кезде есігін ішінен құлыптап қорқып отырған әйелдің үйі бүгінде қонақтан босамайды. Бір кезде көз жасымен ұйықтаған ана бүгінде балаларының қуанышына қарап шүкіршілік етеді. Өмір оған көп сынақ берді, бірақ ол сынбады. Өйткені ана жүрегі бәрінен күшті еді. Құрметті көрермен, бұл өмірде қандай қиындық келсе де үмітімізді жоғалтпаңыз. Қараңғы түн қанша ұзақ болса да, артынан міндетті түрде жарық таң атады. Егер әңгіме ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі әсерлі оқиғаларда кездескенше сау аман болыңыздар.